Сәлем достар, бұл екінші час мамасы мен қызының өмірі. Бірінші часта қызы мен мамасы бір-бірін жоғалтып алады. Оның жалғасы осы каналда болады. Ал тамашалаңыздар. Мамам қайда енді? Мамам дауысы шығып жатыр. Кетті білдіңіз. Нақтан түсейін. Мамам қайда? Мен тастап кетті. Мама! Қызым! Ура, мама да оянды. Сен мені тастап кеткен жоқсың ғой да? Жоқ, мен сені таппай қалдым. Мен ойладым, сен мені тастап кеттің деп. Олай ойлама енді. Жүр кет үйге. Жүр. Айтпақшы достар, біз жаңадан үй алатын боламыз. Келесі бөлімде. Жоқ, осы бөлімде. Так, осы 11-ші домнан алайық. Мен алайын. Біздің үйіміз осы. Так, достар, мен үй таңдап алайын. Достар, егер де екінші частан басып көріп адамдар болса, онда бірінші часқа кіріп қараңыздар. Айтса қазір түсінбей отырасыздар. Так, мен қандай дом алсам болады өзі? Бір күшті дом алым деп тұр. Мам, ура, осындай новый үй алдық. Ура! Күшті ғой мынау. Тетір мама, кәшін бірге көреміз. Ой, жаптым. Мамамнан қара далада да тамақ жейтін жерде бар екен. Күшті. Ура, мен яқта өзімнің осындай слаймым. Кел, бөлме алайық. Мама, күте тұрса мені. Ескірте олайықта. Бөлме менікі болады. Қызым. Қайсы бөлме? Наума? Мамамның бөлмесін қараңдар. Күшті ғой прям. Қараңдар. Енді мама. Негізі мынау саған лайк бөлме, өйткені яқта сейф бар. Иә. Сен саған лайк. Так, мына бөлме ше. Ой, мынау детский лау. Или мынау негізі болады анауда. Астында бар бөлме. Жоқ, бөлме жоқ пе. Қайсы? Ну, это туалет. Мамамның үй прямо ұнап тұрынан қараш, күшті ғой. Етін сияқты тамақ істейміз. Өзіңе бөлме істеп ал, қызым. Или тауып ал. Или мен жасасым істейсің. Мам, мен давайте осы бөлмені ала салам. Так, онда мен бөлмемнің ішін сәндеймін. Достар, біздің жаңа үй сіздерге қалай? Біз мамам екеуміз өте қатты қуанып отырмыз. Бірімізді тауып алдық. Ура, мен маманы тауып алдым. Так, енді мен так, мама шыға тұрса, мен бөлмемді сәндеп алайын. Так. Алло. Так, осы жер менің байнат. Бүгін байш. Иә, барам. Мамам бірге звондап жатыр ма? Мамаға бір звондады ғой. Мам, не болды? Мені деген затқа шақырып жатыр еді ғой. Тойға бару. Сен барасың ба? Мен тойға? Жүр, бірге барайықшы. Мам, мен подругаларымнан қыдырамаған, ақша бер. Жоқ, қыдырмайсың. Мам. Оның ертең бүгін тойға барайық. Сенің заттың туысқаныңның туған күні. Жақсы, онда мен бөлмемді сәндеп алайын. Көлік киіп ал әдемі. Мам, менде көлік жоқ қой әлі. Мен онда қазір шоппингке барамыз. Көлік, жоқ, қара көлік бүгін. Қазір сағат неше 7. Мам, біз әлі заттарымызда орналастырмадық қой. Таңғы 7, бірақ қазір 2-ге дейін көлік тауып керек. Иә, достар, біз таңғы 7-де үй алдық. Бол, қызым. Қазір мен... Кеп сәндейсің, жүр бар. Мама, негізі той сағат дейтін 9-дарда ғой, үлгереміз ғой. Бәрібір ғой, қызым. Мен қазір зат істей берем. Мен көлігім бар, соң киіп алам. Сен юбка зат кие берші, пулокама. Мам, мен көлігім бар еді бір. Соны киейін. Енді киейін, тез. Осындай сәндеуге керек күшті заттарды сәндейміз. Ой, молодец. Достар,
Короче, достар, біздің видео сіздерге қалай ұнап жатыр ма? Ұнап жатса лайк басып кетіңіздер. Ана мен қызының өмірінен кейін қандай серия шығарсам болады? Соны комментке жазып кетіңіздер. Ең үлкен қолдашым, короче, мен үнемі қолдап жүрген подписчигімнің да айтқан сериясын түсіретін боламын. Так. Қызым әдемі көйлектерді кигелі отырмын мен. Аха, мам. Так, мен оны мында қойайын. И все. Так, мынақта киімдерден қарап көрейін. Так, мынақта мен көйлектерден... Көйлек мынақта емес, мынақта. Вау. Мына көйлекше. Мамаға ұнайды сияқты. Мынаны алып тастайын. Мынау вроде вот, бірақ мынау кішкене қысқалау. Ну, әдемі екен. Так, бұдан басқа көйлектерде қарап көрейін. Қазір мамаға таңдатамын. Так, мамаға осыны таңдатып көрейінші, қалай болады екен. Қызым, мен киініп отырмын, күлме. Мам, не ғой, мынау қалай болып тұр жалпы? Киініп отырмын, қызым. Ой, кешірім сұраймын, мам. Так, мен мынақта тұрайыншы. Так, мына көйлек что-то... Маған ұнап тұр негізі, мына көйлек әдемі. Бірақ кішкене қысқалау екен, бірақ мама маған рұқсат етпейді. Сосын мен басқа көйлек қарайын. Мынау қандай екен? Ой, мынау прям ашық қой. Бұны мамам 100% кигізбейді. Мынау ше. Мынау да қысқа. Так, енді жақсы көйлек шықса екен алдымнан. Мынау. Жоқ, мынау да болмайды. Жалпы әдемі, бірақ болмайды сияқты. Мәнің қараңдар, осындай юбка бар екен. Так, маған негізі таңдау қиын болып тұр, өйткені мамам қысқа кигізбейді. Бірақ маған негізі қысқа киген ұнайтын еді. Мына көйлекше. Вау, мына прям шикарный болып тұр. Осыны киемін. Аяғыма осы кроссовкамды ілей. Ойбай, мынау зет. Жоқ, мынау болмайды. Аяғыма сол кроссовканы ілейбім. Мынау қалай екен? Так, мынау бір түрлі болып тұр да, достар, маған да ұнамайды мынау. А мынау ше? Мынау вообще ғой. Мынау. Ну, давайте негізі туфли кию керек еді. Бірақ мынақта туфли бар ма екенге қарап көрейін. Мынау ше, достар. Мынау да болады сияқты, да, достар. Давайте осыны кие салайын. Тағы қарайын ба. Ойбай, мынандай да бар екен. Давайте осы. Так. Сумочка, так, осындай ше. Нет, маған қатты үйренмейді мынандай сумкалар. Достар, менің образым сіздерге қалай болып тұр, әдемі ба? Лайк басып, коммент жазып отырыңыздар, достар. Так. Мынандай сумка. О, осы дәл келді менің образыма. Давайте осыны киеміз. Так, енді кішкене бір аксессуар қосайық. Қызым, мен киімі қалай? Қайсы, мам, тойға ма? Мам, саған құйып қойғандай болып тұр ғой. Әдем болып тұрсың. Енді мам кішкене прическаңды өзгертсе, сосын әше күшті кетеді. Так, мамаға образым көрсетіп қойдың кішкене. Мамин образым қалай? Вау, күшті. Негізі, мам, кидің ба туфли? Міне аяғымда. Менікіне ұқсайды. Бірақ туфли бір тұрып тұр да, мам. Туфли емес, сен кроссовка кішкене бір андай туфлиге ұқсайтын кроссовка кие сал. Сол, мен де ойлап тұрмын, туфли кішкене ұнамайды да тұр маған.
туфлиді қазір ауыстырармын. Мен бірінші мына жақтан іздеп алайын. Так. Мынау ше, мынау қандай? Нет. Мынау. О, давайте осы. Енді біз қазір туфлиге қараймыз. Мына туфли айттым да сіздерге кішкене жараспай тұр. Так, осында кроссовка бар. Или өзімнің күнделікті киетін кроссовкамда бар, достар. Мынау ше. О, туфлиге ұқсайтын кроссовка таптым ау. Так, мен дайынмын, ең кішкене боянып алайын. Достар, вот мен осындай загатта отырып боянам, қараңыздар. Қараңыздар, мен образым қалай болып тұр сіздерге. Ұнаса лайк басыңыздар. Так, мен лучше мамам қарап қойдайыншы. Қызым көрмейме, киініп жатыр. Ой, мама, әлі болмадың ба? Жаңағы көйлегің негізі әдемі еді ғой. Қызым киімге барып жатыр. Заттан дезет көрініп қалды. Қараңыздар, достар, менің көйлегім өзім де әдемі болып тұрмын да. Так, мен мына кішкене отыра тұрайын, мамамды күтіп. Достар, құрметпай менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де коммент жазып отырыңыздар. Ол сіздер үшін жай ғана лайк басып тіркелу шығар, бірақ мен үшін ол сіздердің үлкен қолдауларыңыз болады. Мам, болдың ба? Жоқ. Ой, ладно. 1,5 сағат күтеді тұр. Мам, хоть мен айналып қайтайын. Жарайды. Ура! Айтпақшы, қараңдар, шына үй прям ұнап тұр. Қараңыздар, достар. Загатты да күшті менің тереземнен алды. Вау, үшін жақта шашлик пісіруге болады екен. Бургер, тағы стейк, анамна пісіруге болады екен. И осындай саунасы бар екен. Прям күшті неқ. Так, мен айналып қайтайыншы. Осында әдемі кемеме айналып қайтамын, достар. Ла-ла-ла-ла-ла. Туфлиім де күшті екен. Так, осындай велосипедпен барайық. Так. О, мына жақта кіретін жер бар, тек көрейік па. Ашық. Мә. Так, достар. Мына жаққа өзіміздің атымызды жазып кетейік. Так, достар, салон бар екен мына жақта. Қызым. Мама звондашы. Алло, қызым. Алло, мам. Қаяқтасың? Мен сол айналып жүргем. Кетеміз, такси келіп тұр. Ой, бұл. Мен тез жүгіруім керек. Ой, жаңа велосипедім бар еді, соған міне салайыншы. Достар, мен осымен өнеріңізде кішкене алдыңғы серияда не болған біле аласыздар маған. Так, мен неқып отырайын. Ура! Ура, келдік па? Осы ғой, мама, бірақ. Орысша тойма немене? Кеттік. Достар, сіздерге қалай мына жер? Мәне қадемі.
достар, сіздер типа өздеріңіз той бітті деп елестетіңіздер, пожалуйста. Так, мам, шаршап кеттім ғой, кеттікші болды, барлығы қайтып жатыр. Біз ғана қалдық. Қызым, үйге барып ана беттеріңізді жуып ұйықтайық. Ау, мам, не дейсің? Үйге барайық, шаршап кеттім. Иә. Кел машинаға. Мам, сен көйлегің ұзын ғой, қалай зат жүресің? Ыңғайсыз болып кеттім. Маған ыңғайсыз. Қазір үйге барып ұстап ұйықтау керек. Шаршап кеттім. Сол ғой, мам. Бәріміз де ұйықтап. Еще дала кішкене суып кетті ма? Суып кеттім мен. Сен деген андай болып шықпысың ғой. Мен сияқты болып шықпысың. Ей, қызым. Мынау емес па біздің үй? Білемін, мына бұрып қоймадым да. Біздің гараж бар еді ғой негізі, мам. Правильсіз. Ертең қоямын. Үйдің ішіне қоя берші, мам, машина. Шаршап кеттім, қойшы. Әкеп қойшы, қызым. Аха, мам. Кеттім, душқа түсіп. Так, мама, қатты шаршап қалған сияқты өзім апарып қоя салайын. Так, достар, мынаны бұра алмай отырмын ғой. Ойбай, болды. Болды. Так, енді кеттім. Мам, ойбай, есік ашық екен ғой. Мам, не алып есік кілтеп қоймайсың, ұрлар кіріп кетсе. Жаңа кілтіп кетіп едім ғой. Шаршап кеткенсің ғой. Тым болып кетті, мама. Жаман шаршап кеттім мен. Так, мен светтерді өшіріп шығайын. Әсте маманың светтерді өшіруге вообще шамасы жоқ сияқты. Мен кеттім, душқа түсіп ұйықтамасам. Так, подругалар не деп екен? Так, мама жуынып атқан сияқты. Мен де жуынып алмасам, анаяқта терлеп береді қой, достар. Сіздер көрген шығарсыздар. Так, мен қазір душқа түсетін киімімді киіп алайын. Достарынан қараңдар, мен образым өте әдемі шықты да, бірақ бұларды біз алып қоямыз. Так, мынау. И мынау дед. И так, аяғымызға как обычно деп па, достар. Как обычно. Осындай киікші, достар. Ой, мынау дед. Ой, бұл. А вот это нет. А вот это жоқ, мынау емес. А мынау. Қызым. Дайте осы. Ау, мам, мен киініп жатырмын. Ойбай. Ұйықта тезірек. Аха, қазір жуынып алайын. Мен ұйқым кеп тұр, ұйықтайын, қызым. Так. Достар, мен ертең жуынатын сияқтымын. Бүгін прям қатты ұйқым кеп тұр, сосын ұйықтайын. Достар, айтпақшы, мен пижамамды өзгертетін сияқтымын. Мен пижамаға киемін. Так, мама, ұйықтап жатқан сияқты. Дауыс шығып жатыр ғой. Так, мынау ше. Дайте, достар, мен пижамаға осыны и астыма бір юбка или чорти киемін. Яқтарда шортиктің түрі бар екен. Осындай қара шортик бар. Көп, достар, выбор көп екен. Вот. Осындай джинсы киемін. Бірақ джинсы келіспейтін сияқты кішкене. Мынау қандай екен? Мынау болады сияқты, да, достар? Так, мынау болады енді. Давайте осыны киейік. Так, мен болдым. Светімді өшірейін. Мам, ұйықтап жатсың ба? Ой, мама, ұйықтап жатыр ғой. Светін өшіріп қойыпты, мен светін өшіруге келіп едім. Так, ладно, кеттім.
Мынаяқтың светі өшпей қалған ба? Так, мен ұйықтайын. Мен үстіге ой, мынау зат. Эй, стой, так. Эй, ладно, құрсыншы. Так, мама мама ұйықтап отыр, маманы болмайды. Кім келді? Так, ашайық. Не ұйықтама. Мынау кім? Танымаймын. Так, мен кеттім. Так, достар. Мұрным нервіме тиіп кетті ғой. Түнгі 12 уақыт. Мам, жата бер, ешкім емес екен. Ұйықтай бер, ұйқыңды бұзба. Мен де ұйықтаймын. Иә, қайырлы таң қызым. Сізге де қайырлы таң, мам. Қызым, Ау, мам. мен саған бірден айтуым керек. Ау, не болып қалды, мам? Сен сияқты өзгерем, мынандай фигурамен жүре алмаймын. Мам, неге олай қабылдадың? Өткенде сен әдем болып, фигураң әдем болып жүрсің, мен де сен сияқты болғым келеді. Мам, негізі сіздің айтқаныңыз дұрыс. Осы кезден бастап сіз жаттығу жасауыңыз керек. Иә, мен ертең таңертең ерте тұрып жүгіріп, жаттығуға баратын болам. Жарайды, мам. Онда мен сіздің қасыңызда қолдап жүрем. Рахмет. Мам, тоқтаңыз. Ау. Сіздің до и после фотоларыңызды түсіріп алайын да? Давай. Келіңіз, қасыма тұрыңыз. Қазір мен сіздің қасыңызға тұрайын. Мама, ары қараңызшы. Ойбай. Ары қараңыз. Солай тұра беріңізші. Так. Міне. Вот, достар. Наңарыңдар, еще мен тұрнағымды қараңдар. Күшті да, наңарыңдар. Әппақ. Так, вот. Мама. До и после, достар. Күтіңіздер. Мам, болды, түсіріп алдым. Достар, Адинаның мамасы Камиланың өзгергенін көргілеріңіз келсе, келесі серияны қараңыздар. Келесі серия жақында шығады. Лайк басып, тіркеліп, подписканы көбейтіп жіберсеңіздер, бұдан артық көмек болмас еді. Так, мама, кел менің оқырмандарыма тірке, лайк басыңдар деп привет деп жіберші. Сәлем, достар. Менің қызымның каналына тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне, достар, маған осылай қолдау көрсетсеңіздер. Мама, кел қасыма тұр. Қолдау көрсетіңіздер. Мен сіздерді осы қолдағандарыңызға өте көп рахмет айтамын.
Анасы мен қызының өмірі атты серия аяқталғаннан кейін сіздер айтқан серияны түсіретін боламын. Егер де сіздер бұл видеоны түсінбей жатсаңыздар, алдыңғы бөлімді, бірінші бөлімді көріп кетіңіздер. Вот менің мамам осындай мен сияқты өте күшті арық фигурасы бар қыз боламын деп шешті. Және де мамама қолдау көрсетіп жіберсеңіздер, мамам өте мен сияқты әдемі болады. Сіздермен болған Адина және Малика мамасы мен қызы атты сериясы аяқталды. Екінші бөлімі, үшінші бөлім шықсын десеңіздер, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.